Pythonда мәліметтер типтері өте көп, бірақ біз ұбт-да келетіндерін ғана талдаймыз. Олай болса, бастайық. Бірінші алдымен тип ол комментарий деп аталады, ол пікір. Ол хэштег арқылы жазылады. Мысалы біз осы жерге жазамыз коммент деп жазсақ, ол осылайынан түссіз болады. Егер біз хэштег тапсырсақ, ол жанады, ақ жанады. Біз егер кодымызды осылайынан қосатын болсақ, бізде error береді, яғни қате. Бізге бұндай типтер болмайды деген. Ал біз комментарийға алатын болсақ, онда бізде ешқандай қате болмайды. Келесі біздегі тип ол int, яғни бүтін сан. Мысалға a тең бүтін сан. Бірді берейік, бір бүтін сан, өйткені print. Бізде типті анықтау үшін бізде type дейтін команданы қолданамыз. Бізге type, яғни аның типі қандай деп сұраймыз. Бізде класс int деп тұр, яғни integer. Келесі біздегі тип ол float, яғни ол бөлшек сандар. Мысалға 1,2 дейік. Class float, class float, яғни бұл бүтін сандар. Бізде нүкте, яғни жуықталатын сандар, осылайынан нүкте арқылы, олар float деп аталады. Келесі бізде тип ол str. Str бізде осындай бірділік тырнақшада, немесе екілік тырнақшада жазылады. Біз кез келген текст жаза аламыз осы жерге. Текст дейік. Бізде класс str болды, string деп ұзартылады. Жаттап болыңыздар. Келесі тип бізде list, яғни ол бізде фигурный жақшада жазылады, осындайын тік жақшадан. Фигурный емес, тік жақшада жазылады. Біз жаза аламыз әртүрлі типтегі мәліметтердің жиынтығы. Мысалға, біз str жазамыз, сосын өттір қоямыз да 5 дейік, int. Бізде екеуі массив болып тұр, яғни ол тізім. Бізде міне класс list деп тұр. Енді келесі біздегі тип ол dict деп аталады, яғни dictionary. Қазақшасы сөздік. Бізде dict ол бұлайна фигурный жақшамен жазылады, бірақ сыртынан жақша осылайынан жазылады. Бізде dictті бұлай жаза аламыз. Мысалға алайық. Hello дейік. Және қос нүкте қоямыз да сәлем дейміз. Жарайды, қазақша жазайық, сәлем. Жарайды. Бізде бірақ бір нюанс бар осы жерде. Біз фигурный жақшаны екеуін аламыз, яғни мына жерде, яғни былай болады. Мына hello дейтін сөздің аудармасы сәлем деген сөз, яғни басамыз, класс dict, яғни dictionary. Бұл қалай дейсіздер ме? Бұл былай. Hello дейтін сөз тырнақша алынады, қос нүкте болады, және қос нүкте тырнақша алынған оның аудармасы болады. Келесі аталатын тип ол boolean деп аталады, яғни қазақшасы ол логикалық тип. Бізге логикалық типтерге қандай жатады? True немесе false жатады. Бізге true false шығару үшін я немесе жоқ дейтін жауап болу керек. Мысалға, біз айта аламыз. Мысалға, a дейтін false дейтін мәнді қабылдасын. Ал біз ранды жібергенде ол қате шығарады. Себебі біз false'ты бас әріппен жазамыз. Бас әріппен. Және де бұл. Біз мұнда true жазайық, бас әріппен. Және де бұл болады. Осымен біз мәліметтер типтері атты сабағымыз аяқталды. Келесі видеоны жіберіп алмау үшін арнаға жазылып қойыңыздар.